Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшенің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңызы өте зор. Себебі әйел адамның сұлулығы мен сымбаттылығы, денсаулығы мен тәнінің басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел адамдардағы түрлі дерттерден хабар береді. Осыған байланысты аурудың алдын алу мүмкіншілігі де туады. Назарларыңызға аурудың 6 белгісін ұсынамыз. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Достар, біздің арнамызды қолдап, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймыз. Сіздің болмашығына әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Әлемдік статистика бойынша бүйрек ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2.400.000-і өмірден қош айтысады екен. Біздің елде де бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүргендер жетерлік. Сонымен бүйрек зәр өндіріп, оны сыртқа шығарумен айналысады. Ағзада пайдалы болған токсиндерді сүзіп, зәр арқылы шығарып жібереді. Сонымен қатар қанның қышқылдылығын сақтап тұрады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Сау бүйрек бүкіл қанды 300 рет тазалайды. Орташа есеппен күніне сау бүйректен қан 1500 литрдей өтіп отырады. Көбіміз шаршау, көз ісу, бас айналудың өзі дәрігерге көріну керектігінің алғашқы белгісі екенін білмейміз. Ағзалардың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерт, экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдардың токсиндері, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың өзі бүйрекке өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары білінбей жүріп пайда болады. Ал адамдар сол белгілердің несеп-жыныс жүйесіне қатысы барын аңғарып бермейді. Бүйрек ауруларымен ауыратын адамның 96% уақыт өткізіп алса, бүйрек қантамыр және де жүрек қантамыр ауруларымен ауыратын болады. Бүйрек ауруларының белгілері. Бірінші, зәрдегі көбіктер. Оны сіз туалетке барғанда байқай аласыз. Қызыл қоңыр зәр. Зәр түсі түрлі түске түрлене алады. Оған кейбір жеген тағамдарыңыз да әсер ете алады. Мәселен, қызылша. Дәрі-дәрмектер зәрді қызыл тіпті қоңыр түске дейін бояп жібереді. Ал мұндағы мәселе жоғарыда айтылған тағамдарсыз зәрдің қызыл түске боялуы. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Үшінші, зәрдің тұнық болмауы. Бұл зәр шығару жүйесіндегі тастан және де инфекциядан хабар береді. Мұндай жағдайда көбірек су ішіңіз. Бірінші рет ішкеннен соң су сіздің тұнық зәріңізді қайтадан мөлдірлі қалпына келтіреді. Су арқылы қалпына келсе, онда бәрі дұрыс. Егер келмесе, бүйрегіңізді дәрігерге көрсеткеніңіз абзал. Белдің көп ауруы. Ауырсыну сезімі арқа жақта пайда болады. Негізінен бүйрек омыртқаның оң жақ және де сол жақ жағында орналасады. Ол кейінде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Көп адамдар оны омыртқа ауруымен шатастырып жатады. Олай істеп ауруды асқындырып алмаңыздар. Ісік. Бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жағдай. Соның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісіп шыға келеді. Бір ісіктің өзі де аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында отыру, кейбір дәрі-дәрмектер адам денесін ісіндіріп толуына алып келеді. Әйелдерде су немесе етеккір кезінде ағзада ұзақ уақыт сақталуы осындай ісіктерге алып келуі мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай жиі ісе беруі бүйрек проблемаларынан хабар береді. Көпшілігіміз зәрге анализ тапсырып, жақсы нәтиже көрсек, бүйректің халі жақсы екен деп ойлаймыз. Бірақ мен дәрігер ретінде айтатын болсам, ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысына сенімді болу үшін жылына зәр мен қанға анализ тапсыру қажет. Міне содан кейін бүйректің жұмысын жақсы деп айтуға болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып әлекке салуы мүмкін.
Сондықтан оның алдын алу үшін жоғарыда аталған белгілерді елемей өтіп кетпеңіз. Ем болсын. Дәрігердің кеңестері сізге артық етпейді. Сіздермен бірге болған Дертке шипа арнасы. Видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз.